Сәлеметсіздер ме оқушылар? Баянауыл өлкесі қазақтың талай жыр шежірелеріне арқау болған құтты мекен. Қай заманда алсаң да Баянауыл елі қол бастаған батырлармен, сөз бастаған билермен, қасиет дарыған әулиелермен, суырып салма ақын жыраулармен әйгілі. Солардың бірі Қоңыр әулие үңгірі. Нақты қай уақытта пайда болғаны белгісіз. Оқушылар, Қоңыр әулие үңгірі дүние жүзінде 8 жерде бар екен. Оның 5-еуі біздің ұлы Тұран даласында. Атап айтатын болсақ, бүгінгі күні елге танымалы 2 жерде. Біреуі Баянауылдағы Қоңыр әулие, ол Қазақстан Республикасының қасиетті нысандарының қатарына қосылған, яғни сакралды орын. Ал одан кейінгі Абай атамыз ұлы шәкәрім шыққан мекендегі Қоңыр әулие. Барлық үңгірдің аузы күн батысқа қараған. Іші 2 бөлмелі үйдің аумағындай. Төбесі күмбез тәрізді болып келеді. Қиналған адамдар оның басына түнеп шығады. Кеңес үкіметі кезінде қасиетті орынға баруға тыйым салынған. Қазір бұл жерге құлшылық етіп келушілер өте көп. Олар дінге, ұлтқа бөлінбейді. Қоңыр әулиенің жанында Баяна тауы жатыр. Оның да өзіндік тарихы бар. Бір перзентке зар болған адамдар таудың етегіне келіп тілеу тілейді екен. Оқушылар, Қоңыр әулие үңгірінің тарихына тоқталмай тұрып, алдымен Баянауыл тарихына тоқталайық. Әр жердің шығу тарихына байланысты аңыз әңгімелер көп. Олардың көбісі тарихи оқиғалармен, тарихи тұлғалармен сабақтасып жататыны өмір ақиқаты. Олар аңыз әңгімелер түрінде, заттық айғақтар түрінде бүгінгі күнге жетіп отыр. Солардың ішінде бүгінгі біздің құлағымызға жетіп, саналы із қалдырып, тәрбиелік мәнге ие болып жүрген аңыздың бірі ол Баянауыл деген сөз қалай шыққаны туралы. Өйткені қасиетті үңгір қазақ даласында сонау тәңір заманынан келе жатқан киелі орын. Сол заманда өмір сүрген қазақтар Қоңыр әулие маңында орналасқан ана бейнесіндегі шалқасынан жатқан тауды Баянды ана деп атаған. Олай аталу себебі ауырған адам ем іздеп, баласы жоғана бала сұрап, кедей байлықты аңсап, бай байлығын асыруға осы таудың етегіне келіп, құрбандық шалып, малдың шет майынан білте жасап, үңгірге келген адамдардың ниеттері қабыл болып, халық баянды өмір сүре бастаған. Сол заманның қазақ даласында жазылмаған заңы болған. Атты адам ауыл сыртынан шауып өтпей, жөн сұрасып бара жатса, бағытын айтып отырған. Жолаушыдан қайда барасың дегенге, Баянды ауылға барамын деген екен. Сол себептен Баянауыл атауы содан қалыпты деседі. Баян деген ұғым баянды деген сөзді білдіреді. Баянауыл елінде Алланың нұры жауып, баянды өмір кешкен. Әрине, оған дана дарындыларымыз, ғұламаларымыз бен табиғаты дәлел бола алады. Оқушылар, Қоңыр әулие үңгірінің енді тарихына тоқтала кетейік. Аңыздарға сүйенсек, Қоңыр әулие үңгірі жердің жануарлар мен құстар әлемін қорғаушысы Ной, Нұх пайғамбар заманынан бар деседі. Бүкіл әлемдік су тасқыны кезінде 3 көріпкел Нұх пайғамбардың кемесіне қалып қойыптымыз дейді. Бірақ кемеде орын болмапты. Сонда 3 бақанды жалғап байлап, бақанға отырып, ол пайғамбардың кемесіне байланыпты. Бүкіл әлемдік ағыспен олар солтүстіктен оңтүстікке беттейді. Алғашқы болып үлкен әулие құланның бөренесі тасқа соғылып, жұлынып кетеді. Бұл Қызылтау маңында болған. Сондай-ақ әулие тау деп те атайды. Екінші болып тасқа ортаншы бала әулие қыранның бөренесі ең биік тау Ақбетке соғылады. Су қайта бастап, таулар мен шоқылар ашыла бастағанда, кенже әулие Қоңырдың бөренесі үңгірге жақындағаннан кейін ол осы жерде қоныстанады. Сол себепті үңгір қажылықтың киелі жері саналған. Осындай табынудың себебі болған үңгір түкпіріндегі қазан, осы қазан түбіне үнемі су жиналады екен.
Осы суда барлық ауруларды жазу қасиеті бар, тіпті бедеуліктен де. Қай уақытта болмасын үңгір жанында баланы дүниеге әкелу мақсатыменен әйелдер қонған және осы армандары шынымен де орындалады дейді. Әрине бұл оқушылар аңыз. Есте сақтаңыздар, тарихи мәдени мұраны қорғау бәріміздің міндетіміз. Тақырыбымызға сай 3 сұраққа жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Қоңыр әулиенің жанында қандай тау бар? Екінші сұрақ. Баянауыл сөзінің мағынасы қандай? Үшінші сұрақ. Қоңыр әулие үңгірінің орналасқан жерін табыңыз.